алдына жалпылама міне обзор жасайтын болсақ, міне бүгін келген өнімдердің бір жарты бөлігі міне бүйректің шайы, мынау жаңағы венофациліңіздің капсуласы, мынау жаңағы балғарағай шайыр аю майымен, хромохит, міне жасыл майға мысалы біреуін алсаңыз, бір жасыл майға міне осы жаңағы полоска для носа дегендеріңіз сыйлыққа келіп отыр. Не жерде үшеу бар, міне үшеуге 3 сыйлық келіп отыр. Міне жасыл майдың жаңағы тамаққа арналған спрей түрі, жасыл майдың міне мұрынға тамызатын, мына жасыл майдың прополис түріндегі жұмсақ балаларға арналғаны. Мынау менің жолдасымның жаңағы ер азаматтарға күш қуат беретін сиропсы мен капсуласын міне 2-3 курсын алғалы жатыр. Әдей профилактика жасап отырмыз. Мынау енді жаңағы амино қышқылы бар, өсімдіктен алынған, денсаулыққа ешқандай зияны жоқ, артық салмақтан құтылуға өте жақсы емдік әсерін беретін жаңа хитослим деп алдыңғы каталогта шыққан жаңа өнім. Өзім қолдануға курс ем қойып алып отырмын екеуін. Феминагел қараңыздар. Феминагелді өте жоғары сұраныста тапсырыс береді. Өйткені феминагелдің арқасында көптеген кісілер миомасынан да, жаңа воспалительный процесс, әйел адамдардың жатыр мойының жаңағы эрозиясынан тартып, жатыр мойының полип болған, жаңағы спайка болған дегендеріңізден жақсы ем шипа алып жатыр. Міне, феминагел дегеніңіз осындай жаңағы 6 шприц өнім болып табылады. Өте сұранысқа жоғар. Ал мынау жаңағы биокрем. Биокреміңіз жаңағы тікшектің ішіне жағу арқылы сіздер ішектің аурулары мен геморройдың ауруларына жақсы ем шипа ала аласыздар. Одан кейін соған міне осы жаңа геморройдың свечасын қосатын болсаңыздар, міне комплект қылып ақша тиыныңыздың реті келмесе де осы екі өнімді лимфокапспен алып ішу арқылы сіздер геморройдан да жаймен құтыласыздар. Ем болсын, шипа болсын. Ал енді мынау жаңағы біздің прополис қосылған чагасы бар. Мына екпе еккізген кісілер жаңағы жамбастар шишка болып кетеді ғой. Сол кезде де жаққанда жақсы ем әсерін беретін, аяқты қайырып алып қандай бір жағдайда жарақат алып қалса да өте жақсы тез емдік әсерін беретін, жалпысы буын-буынға жаққан кезде тез сіңіп, мына жаңа қан тамырларыңыз қайда, соларды майдалы қылдырып қанның айналу процесін күшті қылып беретін өнімдеріңіз болып табылады. Бұл да бізде сұранысқа өте жоғары ие болып тұрған өнім. Ал мынау жаңа лимфокапстың фортесі. Мына жаңа системалық түрде лимфокапс, мысалы жаңа қан тазартса, мына лимфокапстың фортесі системалық түрде біздің жаңа ағзамыздан құрт, паразит, ауыр металдардың барлығын тазартып шығады деп айтып жатамыз ғой. Міне 50-193 дегендеріңіз осындай тағы капсула түріндегі өнім болып табылады. Өте тамаша өнім. Бұның барлығы жаңағы таза, табиғи. Бұл жерден ешқандай сіздер зиян ағзаға шегетін нәрселерді көрмейсіздер. Ал омегамыздың жаңа 2 түр бар. Мынау бірақта балық майын кісілер тапсырып, міне тапсырыстар келіп отыр. Ал кальций, бізде кальцийдің жай простой емес, бізде кальцийдің цитрат, сосын байытылған түрі беріліп отыр. 30 капсула болады. Кальций ішкен кісілерге мен магний 5-ні бірге ішіңіздер деп берем. Мынау кісілердің заказдары. Міне, жаңа кальцийді тапсырып отыр, қасына магний тапсырып отыр. Кальций тапсырып отыр, міне, мынаның астында магний тапсырып отыр. Міне, осылай қазір біздің жаңа қазақтарымыз курс емдегенге көшіп жатқанына мен өз басым қатты қуанам. Ал мынау жаңа рималектің бізде капсуласы бар болса, мынау рималект фортенің кәдімгідей жақпа майы. Мынау жаңа тізеңізге жаққанда буын-буынға жағып, сосын салафанмен орап, сосын жаңағы жып-жылғып жатып қалатын болсаңыздар, қыздыру арқылы буын-буын сүйектеріңізді иілгіш қып, одан қалса жаңа шеміршек тіндерін ем шипасын бергізіп, синовалды сұйықтықтарды өзінің қалыпты жағдайына келуіне, суықты сыртқа тартып шығаруына мүмкіндікті күшті қылып береді. Әсіресе жаңағы тізенің ісіп кеткен ауруларында, немесе жаңағы буын-буындарыңыздың әттен қақсап сырқырап тұрған кезде бұл өте жақсы емдік әсерін береді. Міне, ылғи шөптің құрамынан жасалған. Қарап отырсаңыздар, міне, қандай әсері бар екенін өздеріңіз жағып, көріп, сезінгендеріңіз дұрыс болады. Ешқандай зиянсыз, міне, осындай керемет өнімдер. Ал мына жаңа венофацилдің, жаңа венофацилдің бізде фитобальзамы. Бұны аяқтарыңыз жаңағы
варикоз болып жатса, немесе аяқтарыңызда варикоз болмаса да енді сетка шығып келе жатса, немесе сетка да жоқ, варикоз да жоқ, бірақ та жаңағы кәдімгідей табаныңыз қызып, бұлшық еттеріңіз бір түрлі ауырып, жағдайыңыз кетіп тұратын болса, сондай кезде сіздер жаңағы осыны аяққа жататын кезде, немесе бір жұмыстан келгеннен кейін жуынып, шайынып жағатын болсаңыздар бар ғой, табандарыңызға жақсаңыздар, салқын тартқызып, қан айналымдарыңызды жақсартып, қан тамырдың жаңағы қабырғаларын жақсы бекітіп, берік қып береді. Міне, осылай емдік әсерін беретін сырттай қолданатын өнімдеріңіз. Ал енді жаңағы варикоздан қиналып жүрген кісілер, міне жақпай майын сырттан жағып, осы венофацилдің капсуласын іште ішу арқылы, ұзақ уақыт емделу арқылы толыққанды да мына варикоздан құтылуға болады. Варикоз, геморройдың ауруларын бізде негіз дәрігеріміз айтады, ұзақ уақыт емделеді деп. Міне геморройға жаңағы міне осы екі өнімді лимфокапспен алып қолданып, ал жаңағы варикоздарыңызға міне осы екі өнімді алып лимфокапспен қосып қолданатын болсаңыздар, ем шипа жақсы аласыздар. Ал мынау хлорофиль. Хлорофиль дегенде бір керемет өнім, балаларға да бере аласыздар. Мынау кәдімгідей ағзаны жаңағы күш қуат бергізе отырып, иммунитетті көтере отырып, анемиядан жаңағы шалдыққан адамдар болса, қанның түйіршігін көтеру арқылы сіздердің ішкі құрылыс ағзаларыңызды қалыпты жағдайға келтіріп береді. Ал енді мынау жаңағы балқарағай шайыры, мумио қосылған дегеніңіз кәдімгідей тонып тұрған витаминнің көзі. Бұны асқазан ішкі құрылыстан, әсіресе жаңағы асқазанның ойық жарасы, өңештің жарасы, ашшекте, тоқшек жаңағы 12 шекте өзгеріс кірген болса, емдігі ретінде қолдандырту арқылы, сұйық түріндегі жаңа май, осыны қолдандырту арқылы сіздер тек қана асқазаннан емес, сіздер буын-буын сүйекке де мықты емдік әсерін ала аласыздар. Бұны жаңағы аллергия шыққан балаларға бөртпелер шықса, қандай да бір жаңағы псориаз болып тұрса, сырттай да қолданып жаға аласыздар, іштей де іше аласыздар. Сондай керемет өнім болып табылады. Ал мына пантомимоложение. Осы марал майын мен жолдасымның бетіне жағып отырып, 380 вольттан күйік алған кісінің қазір бетінде дағы жоқ. Сыртқа шыққанда жағдай кетіп, беті жаңағы қышына беруші еді, соның барлығы қойып, қазір Аллаға шүкір міне өзінің емін еркін қалаған жұмысына шығып, жұмысын жасап жатыр. Сондықтан бұл пантомасланы массажисттер жақсы көреді. Осы майды жағып тұрып, массаж жасап берген кезде сіздің иммунитетіңізді көтеріп, зат алмасу процесті қалпына келтіре отырып, иммунитетті көтеріп береді, адамның бүкіл бұлшық еттерін босатып, күшті қылып демалдырады. Сондықтан бұны жаңа күйікке де қолданады, бұны массажға да қолданады, бұны жай жасару мақсатында күнде кешке жатарда, таңертең кешке 2 мезгіл беттеріңізге жағып отыратын болсаңыздар, денелеріңізге жағып отырсаңыздар, жасарасыздар, тердеріңіз жасарады, әжімдеріңіз жоғалады. Солай қолданып отырған апаларым бар менің, қазір 70-тен асып кеткен. Одан кейін бұл өнімді сіздер үйде болатын болса, балаға ыстық шыққан кезде, сонда жаңағы арқасына, кеудесіне жаға қойсаңыздар, 15-20 минутқа жетер-жетпес уақытында бала жаңағы емін еркін ыстығы түсіп, өзінің қалыпты жағдайына келеді. Міне, осындай керемет жаңағы өнім болып табылады. Міне, бәрі табиғи. Сырттай қолданады, компрессте қоя аласыздар, жаңағы жағып та май ретінде қолдана аласыздар, массажда жасай аласыздар. Міне, қоспасының барлығы табиғи келген осындай Алтайдың керемет өнімдеріне біз қазір қолжетімді бағамен алып, риза болып отырмыз. Аллаға сансыз шүкіршілік айтам. Ем болсын, шипа болсын. Бәтелдің өнімдерін алған адамдар еш қашанда өкінбейді. Мынау енді тамағы. Бұл тамақ кәдімгідей жаңадан шыққан. Міне, үйде жаңағы сіздер сағат 4 пен 5-тің кезінде асу тамақ жаңа ішкіңіз келген кезде, міне осыны суға араластырып, немесе сүтке араластырып, немесе йогуртқа араластырып қолдану арқылы сіздер тамақтан аласыздар. Ал мынау кашасы. Кашасына біз әттен үйрендік, немеремнен тартып, олым бәрі жақсы көреді. Ал мынау жаңа тіс пастасы. Тіс пасталарыңыздың да бізде түр-түрі бар. Мынау жаңағы қыздардың, жаңадан тіркелген қыздардың сыйлықтары. Мынау моделирующий тұз дегеніңіз әдемі иісі бар. Өте керемет жаңағы ағзаны тазартып беретін, терді тазартып беретін сондай өнім. Ал мынау аяқтың өкшесі жара болып кеткен кезде, аяқтың өкшесі тілініп кеткен кезде, осы өнімді қолдану арқылы ем шипа алып жатқан адамдар өте көп. Сондықтан бұны да үнемі бізде
тапсырып отырады. Міне осындай жаңағы крем гельдеріңізде бар. Міне осындай керемет тапсырыстар бізде келіп жатыр.